Қабылан мен қара саулық. Қабыланның күшігі Қызылшаққа әлсіз болып туыпты. Оны көрген аю жолбарыстар, сен бала емес, құбыжық таптың деп мазақтай беріпті. Аңдардың келемежіне намыстанған Қабылан тау шатқалдарындағы аң ойнақтан безіп, мал өрісін сағалап жүреді екен. Бір күні мал соңында қозысын емірене жалап тұрған қара саулыққа кез келіпті. Құлақтары салпиып, аяқтары маймиып тұрған кішкентай қозыны көрген Қабылан: «Ей қоңыр қой, момын қой, мұндай бала сорын ғой, жаламасаң жетпей ме, өзі жүріп кетпей ме?» деп сөгіпті. Сонда қара саулық айтыпты: «Сылап, сипап қарамасаң, жас кезінде жаламасаң, еміреніп, емізбесең, жемге үйретіп жегізбесең, бала қайтып оңады, қалай өсіп толады?» Бұл сөзге ойланып қалған Қабылан өз басындағы мұңын айтып, қара қойдан ақыл сұрапты. «Атым Қабылан, затым аң, атамыз арыстан, нағашымыз жолбарыс, ағайынымыз аю. Бәріміз де мықты едік, алайда осы бір балам қортық болып туылды. Мазақтан өлер болдым. Сен адамға жақынсың ғой, бір ақылын айтпайсың ба?» депті. Қара саулық та Қабыланның алғашқы кезіндегі тәкаппарсана сөйлегеніне қарай: «Сіздің бойыңыз үлкен болса да, ойыңыз өспеген тәрізді. Баланы табуды білген жан-жануар оны бағып қағып, мәпелеп өсіруді де білуге міндетті. Бала өсірсең, шала өсірме дейді шопандар. Балам жақсы болып өссін десең, көп жала, көп қара. Көп жаласаң жүн бітеді, көп қарасаң сын бітеді. Ең әлсіз де нашар бала құстардың тұқымы. Олар жұмыртқаның ішінде кілегей уыз болып жатады. Ерінбей шайқап, жалықпай басқан құстар сол шарандадан балапан ұшырады. Мысық екеш мысық та күшігіне мерейлене қарап, мекірене жалап өсіреді. Қара саулықтан кеңес алған Қабыланның сол баласы мысық сияқты тарғыл, кішілеу болғанменен күшті, жүйрік, көреген және епті болып ер жетіпті. Сілеусін дейтін аң осы Қабыланның баласы болса керек деседі қарттар. Бала өсірсең, шала өсірме деген сөз содан қалса керек.